Достар, бүгін сіздер менің арнамда отырсыздар, және менің кезекті видеом бұл. Сіздер менің обложкамнан да, және оның атынан да білгендей, қалай тез ұйықтауға болады деген видео болмақ. Ендеше, жалпы айтқанда достар, ұйқы ол сіздердің барлықтарыңызға деген бір проблема шығар. Бұл менің өзімнің басымда болатын проблема. Мысалға, мен өте ерте тұрғым келеді, бірақ ол қолымнан келмейді. Мен тіпті тым ерте жатып ұйықтағым келеді, бірақ ол да менің қолымнан келмейді. Бұндай жағдайда қалай шешуге болсын, басқа кездерде болсын, мен әлі күнге дейін өзімнің ұйқы режимімен алысып келемін. Кейде ерте тұрсам, кейде тіпті ертеңгісін, мысалға, ұйқы режимінің ең бастысы ол күн тәртібі, яғни режим. Сол режиммен жүргім келеді де, мен мысалға бүгін 6-да тұрдым. Және ертеңде сол режиммен тұрғым келген кезде менің уже тұрғым келмейді, мен уже шаршап кеткен адаммын. Осындай нәрселерден сіздердің аулақ болғандарыңызды қалайтын едім. Мысалға, мен түстен кейін ұйықтайтын болсам, кешке жақын жатып ұйықтау маған невозможно болады. Егер де тіпті қатты шаршаған болсаңыздар, минимум жарты сағат қана ұйықтауларыңызды талап адамдар бар. Мысалға, оларға тіпті 2 сағат, 1 сағат, 3 сағат, 4 сағат қана ұйқы жеткілікті. Себебі осындай уақыттардың арқасында олар осылай өздерінің телефондарында қарап, уақыттарында тез өткізгенмен ерте тұра береді. Оларға бәрібір. Себебі оларға 3 сағат, 4 сағат жеткілікті. Бірақ ол мүлдем дұрыс емес. Мысалға, ол адамдардың өздеріне 4 сағат, 3 сағат деген нәрселер өте бір оңай болып келгенімен, ол сіздердің жаңағындай тез қартаюларыңызға, ауруларға неше түрлі, және де рак ауруына алып келетін себепші болады. Біз қазіргі өзіміздің тақырыбымызға көшейік. Яғни, қалай тез ұйықтауға болады. Мысалға, сіздер жатқан кезде бөлме ең бірінші тып-тыныш болу керек. Тыныштықта жатып. Егер де ондай жағдай болмаса, өздеріңізге тыныштық сыйлауларыңыз керек. Денелеріңізді бос ұстап, тыныштықта болыңыздар. Және де бөлме барынша қап-қараңғы болу керек. Ешқандай светильник, ешқандай свечаның керегі жоқ. Қараңғылық ол сіздердің тез арада ұйықтап қалуларыңызға әсер етеді. Ол достар, яғни сіздерге миларыңызды сергітіп, өздеріңізге, яғни бір елестету арқылы тез ұйықтай аласыздар. Ол менің өзімнің жұмысымда жаңағыдай көп рет жүзеге асқан нәрсе. Мысалға, сіздер өздеріңіздің қиялдаған нәрселеріңізді, өздеріңіздің армандарыңызды орындаңыздар. Мысалға, мен бір киноға түсіп жатырмын деп елестетіңіздер. Өздеріңіздің сүйікті актерларыңызбен, актрисаларыңызбен бірге бір кинода түсіп жатырсыздар. Ол сізге гүл сынып жатыр, немесе сіз оған гүл сынып жатырсыз. Ал ол сізге иә деген жауап беріп жатыр. Осындай елестетулердің арқасында сіздер тез арада ұйықтап қалуға үлкен үлестеріңізді қосатын боласыздар. Осындай кезде телефонға деген тәуелділіктен қалай арылуға болады? Достар, сіздердің миларыңыз уже жаттап алған. Қазір мен телефон қараймын. Сіздер қаншама тезірек ұйықтауға тырыссаңыздар, сіздердің миларыңыз мен қазір телефон қарауым керек. Жоқ, мен қазір ұйықтамаймын, менің ағзам уже 3-ге, 2-ге, 1-ге уже үйреніп қалған. Мен сондай уақытта ғана ұйықтауым керек. Қазір ұйықтамаймын, мүмкін телефон қарармын. Кейбір адамдар болады, бүгін мен ерте ұйықтаймын дейді де, онда 11-де телефондарын алып, басқа жаққа қойып жатады. Кейін мүлдем ұйқылары келмегеннен кейін қойшы болды, ертең жасаймын дейді де қайтадан телефонын алады. Сіздерде де сондай жағдайлар болды ма? Менің өзімде болған. Мысалға, сондай жағдайлар болып жатады. Яғни ол сіздердің еріншектіктеріңізді, еріншек екендеріңізді көрсетеді. Жалқаулық сіздерді уже басып алған. Ертең таңертең ерте тұрып, бір бокал су ішіп, тамаша бір күн бастаудың орнына біз еріншек адамдарша жұмыс жасайтын боламыз. Әрине, ондай жұмыс мүлдем дұрыс емес. Себебі жаңағындай еріншектіктің арқасында сіздер әрине телефондарыңыздағы қызықты бір мәліметтерді көретін шығарсыздар, немесе сериалдарыңызды қарап үлгеретін шығарсыздар, түнімен уақытым көп деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ адамның өзінің бойында шаршаңқылық деген нәрсе пайда болады. Яғни шаршап тұрасыз, бірақ ұйқыңыз келмейді. Себебі сіздің миыңызды өзіңіз жаттықтыруыңыз керек. Сіз қанша шаршап тұрсаңыз да, сіздің миыңызда мен қазір ұйықтамаймын деген нәрсе қалыптасып қалған. Осы нәрседен сіздің шығуыңыз керек. Яғни миыңызға мен болды, шаршадым, менің ұйықтауым керек деген мотивация беруіңіз керек. Ерте тұрып үйренуіңіз үшін
телефонды өзіңізден алысқа қойып, оған будильник қойған дұрыс. Себебі сіз будильникті өшіру үшін жастықтың астынан алып, будильникті өшіріп қайтадан ұйықтап қалмайсыз. Сіз орныңыздан тұрып, әлгі будильникті өшіру үшін барасыз сол жерге. Және сол нені өшіргеннен кейін, денеңіз кішігірім болсын, жаңағындай оянатын болады. Сол арқылы сіз оянып, біраз өзіңіздің ұйқыңызды аша алатын боласыз. Достар, егер де сіздер де мен секілді ұйқы ауруымен ауырып жүрсеңіздер, яғни оны кәдімгідей бір ауру ретінде есепте алатын едім мен. Себебі ұйқыдан тұра алмау, тез жатып ұйықтай алмау деген нәрселер ол өте бір таныс нәрсе барлығымызға. Және біз ертең мектепке ерте немесе жұмысқа ерте баратын болғандықтан бізге бәрібір де ерте тұру керек болады. Ал бізде мынандай қағида қалыптасып қалған. Қазір 5 минут. Қазір 5 минуттан кейін тұратын болам. 5 минут жата тұрайын, 5 минут, оған тағы да бір 5 минут қосыла береді. Одан кейін уже сізде сол 5 минуттар 1 сағатқа айналып, сіздің уақытыңызға уже 5-ақ минут қалады. Сіз тұрып ештеңеге үлгермейсіз, сонымен сіз асығып, үсігіп, тіпті ол мүмкін нәрсе болмайды. Және де осы ұйқының арқасында біз діттеген баратын жерімізге үнемі кешігіп баратын боламыз. Себебі енді сіздің жағдайыңызды басқа адамдар ешқашан түсінбейді. Себебі олар ондай нәрсемен, ұйқы аурумен ауырмайды. Олар сіздер сияқты телефонды, мен сияқты, мысалға сіздер сияқты телефонда 24 сағат отырмайды. 24-7 сағат немесе отырмайды. Өйткені олар ерте жатады, олар ертеңін ойлайды. Кешікпейтін адамдарды мен солай деп ойлаймын. Және олар сіздердің бастарыңыздағы мен үлгермей қалдым, мен кешігіп қалыппын, мен ұйықтап қалыппын деген нәрселерге олар ешқашан сенбейді. Себебі олар сіздердің бастарыңызда қандай жағдайдың болып жатқанын білмейді. Сондықтан оларға бұның бәрі жай ғана сылтау болып көрінеді. Сонымен достар, осы видеодан кейін сіздер бір қадам болсын ерте тұруға деген жаңағындай өздеріңіздің қадамдарыңызды жасайсыздар деген ойдамын. Себебі ерте тұру ол денсаулыққа өте пайдалы, және де сіздердің де уақыттарыңыздың тиімді өтуіне, және кешігіп, ойбай, ана затым қайда, мына затым қайда дегендердің барлығын қоятын боласыздар. Сондықтан достар, осы видеоны ұнаса сіздерге өте ризамын, себебі менің бір кеңестерім сіздерге деген пайдасын тигізіп жатса, мен өте қуаныштымын, және сіздермен бірге болған мен Аяламекс. Егер видео ұнаса маған тіркеліп, лайк баса кетіңіздер, және комментарияда да жаза кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. Келесі видеода кездескенше.